Қысқарған сөздердің орфографиясы. Қысқарған сөздер күрделі атау құрамындағы сөздердің бас әрпінен құралады. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымы, ғылым академиясы және тағы басқа. Мұндай қысқарған сөздер бас әріппен жазылады да оларға қосымша дебис арқылы жалғанады. Мысалы, ақш-тың Америка құрама штаттарының ғылым академиясынан. Күрделі атау құрамындағы бірінші сөздің бас буыны мен кейінгі сөздердің бас әріптерінен құралады. Мысалы, Қазми, Қазақтың медицина институты, қа-зу, Қазақ ұлттық университеті. Мұндай қысқарған сөздердің бірінші буындағы бірінші әріппен кейінгі сөздердің қысқартылып алынған бірінші әріптері бас әріппен жазылады да оларға қосымша дебис арқылы жалғанады. Мысалы, Қазтаг-тың Қазақ телеграф агенттігінің мәлімдемесі. Күрделі атау құрамындағы сөздердің бірінші буындарынан немесе бірінші сөздің бірінші буыны мен келесі сөз тұтасымен бірігіп құралады. Мұндай қысқарған сөздер кіші әріппен жазылады да қосымша әдеттегідей дебис арқылы емес жалғанады, яғни қосылып жазылады. Мысалы, обкомға облыстық комитетке барды, ауаткомда ауылдық атқару комитетінде болды және тағы басқа. ГАЗ-51, Ту-154, И-86, H-20 тәрізді техника түрлерінің ұшақ, машина, трактор маркаларын көрсету үшін алынған шартты белгілерде қысқарған сөздер болып табылады. Мұндай қысқарған сөздер бас әріппен жазылады да қосымша дебис арқылы жалғанады. Мысалы, Ту-154 пен ұшып келді. Әр түрлі өлшемнің атауы болып табылатын метр, сантиметр, килограмм, тонна, гектар, центнер тағы басқа тәрізді белгілер де қысқарған сөздер болып табылады. Бұлар кіші әріппен жазылады да қосымша жалғанбайды.